Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бір ғана жұмыртқамен осындай кереметте әдемі әрі үл-пүлдек жұп-жұмсақ кекстер жасайтын боламыз. Қараңыздаршы, осындай әдемі, міне жұп-жұмсақ, өте жұмсақ, ауызда еритіндей кекстер. Қарапайым, рецепті өте оңай әрі жылдам дайын болатын рецепттердің бірі. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа саламыз. Сосын мен шай кесемен өлшедім барлығын. Қараңыздар, міне осындай шай кеседе бір шай кесе шекер салдым. Енді осыны аппақ күйге еніп, кәдімгі шекер ерігенге дейін бір 2-3 минут венчикпен осылай жақсылап араластырамыз шекермен жұмыртқаны. Міне осындай дайын болды. Енді осыған бағана бір шай кесе сүт құямыз. Рецепті өте қарапайым болғанына қарамай, бірақтан өте әдемі, кез келген дастарханның сәнін ашатын, әрі өте дәмді болып шығады. Сосын бір шай кесе сұйық май қостым. Барлық үйде табылатын оңай рецептпен осылай тәп-тәтті кекстерді балапандарыңызға дайындап беріңіздер. Алдымен оның жартысын саламыз да, қазір соның үстіне бір шай қасықта разъединитель қосамыз. Мінеке, менде осындай разъединитель. Енді араластырып отырып, жақсылап бір массаға келтіреміз. Қазір мен сіздерге ең соңында қандай қоюлықта болу керектігін көрсетемін. Байқап отырған болсаңыздар, онды бірден сал жермейміз. Осылай 2-2 қасықпен салып отырып, араластырып отырыңыздар. Қатты қою болып кетпеу керек. Жалпы кекстің нәзік әрі жұп-жұмсақ болып шығуы осылай қою сұйықтығына байланысты. Міне осындай қоюлықта болса, әдемі болып шығады. Өте нәзік, үлпілдек болып. Егер бұдан қоюла болып кетсе, ол кезде кекстеріңіз кішкене нан сияқты болып қалады. Міне, көрдіңіздер ме? Енді кез келген өздеріңізде бар форманы қолдансаңыздар болады. Менде осындай форма. Енді осы формаға 2 ас қасықтан салып шығамыз. Байқап отырсаңыздар, форманы қатты толтырмаймыз, себебі қазір кекстер көтерілетін болады. Міне осындай қатты толтырмай 2 ас қасықтан салып шықсаңыздар жеткілікті. Менде дәл осы рецептпен 12 штук үлкен кекс шықты. Міне, алдын ала біз пешті қыздырып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Қызарғанша, қараңыздар, пісіп шықты менде. Қазір ыстық, қолым күйіп жатыр, міне. Осындай болып пісіп шықты. Біріншісі, қазір екіншісін тағы саламын. Міне осылайша біздің әдемі формада кекстеріміз дайын. Иесін айтсаңыздаршы бұның. Дәмі де өте дәмді. Міне осындай үл-пүлдек ауызда еритін кекстер жасап көріңіздер. Ас болсын.